Алматыда кәсіпкерлікті қолдауға арналған ауқымды жобалардың бірі қорытындыланды. 2019 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан Алматы бизнес 2025 бағдарламасы аясында 700-ге жуық микро және шағын бизнес жобасына қолдау көрсетілген. Тек өткен жылы берілген жеңілдетілген несиенің көлемі 3 миллиард теңгеден асады. Кәсіпкерлерге қаржының қанша пайызбен берілгені және жобаның ерекшеліктері жайлы әріптесім Олжас Омарбек экономика айдарында толық айтып бермек. Кеш жарық Олжас, сөз өзіңде. Кешар ғайолым, Алматы әліде шағын және орта бизнеске үлкен басымдық беріп отырғаны жасырын емес. Бұл ретте Алматы бизнес жобасының орны ерекше. Бағдарламада еңбек етем, кәсіп істеймін деген адамға барлық мүмкіндік қарастырылған. Жаңадан бастаған және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер бизнесін дамыту үшін жылдық 2 және 6% жеңілдетілген қаржы алады. Бір жобаға берілетін лимит 78,64 миллион теңге, ал ең жоғары несиелеу мерзімі 7 жыл. Енді осыған дейін бөлінген ақшаның қандай салаларға жұмсалғанына зер салсақ. Салалық тұрғыда ең көп қаржыландырылған жобалар өндіріс және қайта өңдеу саласына тиесілі. Бұл барлық қолдау тапқан жобалардың 32%. Сондай-ақ халыққа қызмет көрсету саласындағы жобаларға 24%, денсаулық сақтау саласына барлық соманың 21% берілген. Алматы бизнес 2025 бағдарламасы аясында 2019 жылдан бері 700-ге жуық жобаға бас аяғы 16 миллиард теңгеден астам қаржы құйылған. Сегодня за льготными займами чаще всего... Бүгінде жеңілдетілген несиеге өтініш беретіндердің басым бөлігі өндіріс және қайта өңдеу саласымен айналысатын кәсіпкерлер. Сондай-ақ халыққа қызмет көрсету және денсаулық сақтау саласына қатысты ұсыныстар көп. Әрине бұл бағытты ұстанатындардың жобасы жиі қолдау тауып жатады. Білім беру, креативті экономика, сондай-ақ туризм мен спортта жеңілдетілген несие алатындардың негізгі тізімінде. Бүгінгі таңда кәсіпкерлерге үлкен қолдау болған Алматы бизнес бағдарламасын жалғастыру мәселесі қарастырылып жатыр. Жақын уақытта мәслихаттың қарауына жіберіледі. Жобаның талаптары мен тәртібін бұрынғы қалпында қалдырсақ деген ұсынысымызды жаздық. Аудандар бойынша қарайтын болсақ, қай өңірде бизнестің қарқынды дамып жатқанын аңғаруға болады. Аумақтық бөліністе ең көп жоба Бостандық ауданында қолдау тапқан 141 несие. Одан кейін Алатау ауданы 110, Алмалыға 88 несие берілген. Жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы аясында қалада шамамен 3 мыңға жуық жаңа жұмыс орны құрылған. Ал бюджетке төленген салық көлемі 3 миллиард теңгеге жетіпті. Жауаптылар шағын және орта бизнесті қолдау алдағы уақытта да дәл осылай жалғасын таба береді деп отыр. Аяулым, айтарым болса, сөз тізгіні өзіңде. Ақпаратыңа рахмет әріптес. Еске сала кетейін, экономика айдарында тақырыпты тарқатқан Олжас Омарбек болды.